Аймақта алғаш рет облыстық қоғамдық даму басқармасына қарасты мекемелердің қызметкерлері арасында этно-квиз интеллектуалды сайыс өтті. Қазақтың салт дәстүрін, тілін дәріптейтін байқауда 5 команда бақ сынады. Соңғы жылдары ұмыт болған ұлттық құндылықтарымыз дәріптеліп, дәстүріміз төрге озып келеді. Әсіресе бүгінгідей жаһандану дәуірінде қазақтың ұлттық киімдері трендке айналуда. Ендігі мақсат көмескіленіп қалған салт дәстүрді жаңғырту. Қызметкерлер арасында өткен интеллектуалды сайыс осы мақсатта ұйымдастырылды. Этно-квиз деп тақырып таңдау себебіміз жалпы ұлттық дәстүрлерімізді, ұлттық киімімізді біз тек Наурыз мейрамда ғана дәріптемей, кез келген уақытта киіп жүретіндей дәрежеге жету. Жастар арасында кеңінен насихаттау. Сайыстың негізгі мақсаты бұл жеңімпазды анықтау, немесе бір-біріне бәсекелестік қалыптастыру емес, ұжымдар арасындағы бірлестікті, сыйластықты дамыту мақсаты болды. Тағылымдық мәні зор байқауда қатысушылар 5 кезең бойынша сынға түсті. Әуелі әр топ өздерін таныстырып, кейін түрлі сауалдарға жауап берді. Логикалық тапсырмаларды орындады. Десе де қазақша әуендер мен кино тайм сайысы қатысушылар үшін оңайға соқпады. 5 кезең бойынша Дос Стар командасы ең көп ұпай жинап, жарыста жеңімпаз атанды. Командамның ауызбіршілігімен, біліктілігімен бүгін жеңімпаз атанып отырмыз. Сұрақтар жалпы әр алуан болды. Тарихи, саяси сұрақтар, логикалық сұрақтар, қызық сұрақтар, білмеген жауаптарымызды біліп алдық, үйімізге түйіп алдық. Ерекше форматта ұйымдастырылған квиз алдағы уақытта жалғасын табатын болады дейді ұйымдастырушылар. Илдос Аса, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.